Айгүл Қосанова, көрермен мені дәстүрлі әнші ретінде біледі. Оның үстіне ұстаз болғандықтан көпшілік жағдайда көп нәрседен тежеу жасаймын. Ең бірінші шақыртып алған кезде әрине жоқ деген жауап болды. Бірақ содан кейін неге қатыспасқа, неге көрмеске деген түйінге келіп, тәуекелге бел буылдым. Өнер қырандарындағы театрдың белді актері Жанболат Найзабеков, осы додадағы менің жұбым. Жұбым Айгүл Қосанова болады деген кезде шыңғырдым. Жанболат тек қана өзін жақсы актер емес, тамаша әнші ретінде де көрсете алды. Енді оны сахнада одан да керемет қылып көрсетеді деп үміттенемін және сенемін. Бір-бірімізге сенім не болса да екеуміздің арамызда ұрысты. Қараған, дауын кәптіме жалты құрауым керек, содан кейін қағаз лақтыру керек. Сол кезде орнынан тұрып саған келеді. Жақсы жұп боламыз деген ой болды. Дайындалып көрдік. Екеуміздің даусымыз сәл келмей қалды басында болды енді, бірақ жайлап ретке келіп жатыр енді. Құласаң нардан құла дейді ғой. Сол сияқты мен енді дәстүрлі әнші бола тұра ең бірінші рет ағылшын тілінде ән айтайын деп жатырмын. Мен үшін де бір үлкен сынақ. Ауыртпашылықтың бәрі менде. Әзіл де бар, ән де бар, театралдарға көрініс де бар бізде. Ешкім менен оны күтпеген болу керек. Тәуекел, сәттілік тілейміз өзімізге. Бұл жоба әкелетін өзгеріс. Халық әнші Жанболатты тани бастайды. Және де әртіс Айгүлді көре бастайды. Сен әлі отырсың ба, маған шаршадым мен мұнаның бәрінен. Қашан қоясың, жеттер енді. Қош! Шаршадым. Қош өтініш, тыныштық берші маған. Джек. Ән жоқ, басқа жоқ, Джек. Мен шаршадым уже, қош! It's a road, Jack. Don't come back. More. It's a road, Jack. Don't come back no more. It's a road, Jack. Don't you come back no more. It's a road, Jack. Don't you come back no more. It's a road, Jack. Don't you come back no more. It's a road, Jack. Don't you come back no more. What you say? It's a road, Jack. Don't you come back no more. It's a road, Jack. Don't you come back no more. Oh, no woman, don't treat me so mean. You the mean old woman that ever seen. I guess if you say so, I have to pay my sin and go. That's right. It's a road, Jack. Don't you come back no more. It's a road, Jack. Don't you come back no more. What you say? It's a road, Jack. Don't you come back no more. It's a road, Jack. Don't you come back no more. No, baby, listen, people, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. One day you do all this honest duty, and I ain't got no money just to go. Well, I guess if you say so, I have to make my sins and go. That's right. It's a road, Jack. Don't you come back no more. It's a road, Jack. Don't you come back no more. What you say? It's a road, Jack. Don't you come back no more. It's a road, Jack. Don't you come back no more. 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 Шай қойшы бәле. Қойшы. Жанболат Найзабеков, Айгүл Қосанова. Тамаша өнер болды. Не деген қойылым мұна. Тамаша. Деген дауыс дейсің ғой. Қымбатты қазылар алқасы, сіздерді білмейміз. Біз артында бүкіл шығармашылық топ болып билеп Ана алдық. жақ көкшаң болып жатыр. Ринат мырза, сіздің пікіріңізді білейік. Енді ән, қойылым, жалпы қалай болды? Жамбо. Айгүл апам бас ием сіздерге. Шын. Бәрі де керемет. Шынында бір
мынау Рэй Найзабековпен бір Элла Қосанова секілді, Элла Фиджеральд деген әнші. Мін жоқ дейді ғой қазағымызда. Мін шынында мін жоқ. Иә, ол қойылымда, актерлық өздерінің шеберліктерінде дауыстар. Әсіресе Айгүл апамыздың мен енді кішкентай кезімнен естіген дәстүрлі әндер ғой. Енді иә. Бірақ осы Айгүлдің орындауында ағылшын тілде тем более деген ғой. Әсіресе мен таң қалып отырмын. Жамбо, саған енді шын мәнінде күмәнім жоқ. Сен нағыз актерсың, нағыз таланттысың. Артисттің аты артистсың. Мына нағыз жұп деген, осы нағыз дуэт деген осы. Маэстродан мұндай пікір есту меніңше керемет. Айгүл, Жанболат, сіздерді сахнаның сыртында Әйгерім күтіп отыр. Әңгімені сол жерде жалғастырыңыздар, жарай ма? Рахмет. Я, өте әсерлі, өте ерекше қойылым болды. Бүгінгі егіз лебіздің алғашқы шығарылымындағы бір есте қалатын қойылымдардың бірі болды. Актер Жанболат өз өнерін ортаға салды. Айгүл ханым өзінің вокалдық өнерін ортаға салды. Менің ойымша қошеметпен қарсы алу керек. Дұрыстап. Егіз лебіз жобасының қатысушылары Айгүл Қосанова, Жанболат. Қалайсыздар? Тамаша өнер көрсетіп ол. Бесті беріңізші маған. Әкенші, Жанболат, әкенші. Маған да беріңізші біз. Үш бересіз, па жарайды. Сізге ең бастысы қазылар үш қоймайды деп ойлаймын. Қалай? Білмеймін, енді өзіңіз айтып тұрған, қазылар мақтауды өлтіреді, баға қойғанда қызық деп. Сондықтан да көреміз енді бұйырған. Негізі сізді былай сахнада актер ретінде, бүгін сахнаның сыртында әзілі, жақсы жарасқан жігіт ретінде танып жатырық, бірақ вокалдық өнеріңізді көріп таңғалып жатырмыз. Бұрыннан ән айтасыз ба? Енді жігітке жерінерді азиды, актер мамандығын бітіргеннен кейін бізде вокал сабағы болды, бірақ енді мен кәсіби әнші емеспін, мен актермын. Жаңа ұрысты айтам, шай қойды. Жаңа шыққан дүние ма, әлде былай мәтінін? Импровизация. Бұл сахнаға шығардың алдында ғана еске келіп істелген нәрсе. Енді Айгүл, мойындау керек, сізді ұлттық киімдермен, өзіміздің қазағымыздың дәстүріне сай әндермен ғана көріп жүрек. Жақсы, үлкен тосын сый болды. Көрермен одан да үлкен ерекше дүниелер күтеді деген сенімдемін. Сондықтан таңғалдырудан жалықпаңыздар, сахнаға сөз кезегін берейік.